Сәлем достар, қош келдіңіздер ақылды жүйелер және IoT YouTube каналына. Сіздермен бірге мен Амантұр Амангелдіұлы. Бүгінгі тақырыбымыз корпустың жылу желісі. Негізгі ұғымдар: ол жылу желісі, жылу торабы, автоматты реттеу жүйесінің элементтері, ол тапсырма беруші, атқарушы механизм, басқару нысаны, тағы басқалар. Және жылу желісіне қатысты сорғы, радиатор, клапан, ыстық су, суық су, құбырлар, сүзгі, кран, бак, жылу тасығыш және жылу алмастырғыш. Жылу желісі, жылу жүйесі ол гидравликалық схема арқылы сипатталады. Гидравликалық схемада біз суменен қозғалатын денелерді қарастырамыз, автоматиканың. Мынау кестеде гидравликалық схемадағы элементтердің шартты графикалық белгілері көрсетілген. Ол негізі мына құбырлар, Т1 мен Т2 құбыры ол суық судың подачасы және обраткасы, кірісі мен шығысы. Т3 пен Т4 ол ыстық судың подачасы мен обраткасы. Сосын ішетін судың құбыры ол Б1, оның шығысы әрине К1 канализация. Сосын бұл жерде негізгі элементтерге жататын ол клапандар, задвижкалар, крандар, обратный клапан, расширительный бак, сосын насостар, сорғылар. Сосын расходомер, счетчик, терморегулятор, фильтр, сосын датчиктер, датчик давления, манометр и так далее, элеватор, тағы басқа. Жылу желісін автоматты реттеу жүйесі түрінде қарастырамыз. Әрине білесіздер сіздер, автоматты реттеу жүйесі екі элементтен тұрады. Ол негізгі элемент басқару нысаны және оны реттейтін контроллер. Мына төменде жылу желісінің схемасы келтірілген, жалпы суреті. Жылу желісінде энергия көзі ол жылу электростанциясы немесе ТЭЦ. Біз осы электростанция бізге жылуды береді. Бұл біздің неге қатысы жоқ, бірақ бұл бізге көз болып есептеледі. Жылу нысан ретінде басқару объектісі ретінде ол мынау үй, ғимарат болып саналады. Кез келген үй, үлкен бір ғимарат. Біз соны жылумен қамтамасыз етуіміз керек. Сол жылу ғимараты бойынша, бүкіл нысан бойынша мынау желі тартылған, ол құбырлар. Әрбір бөлмеге қажетті, қай жерге жылу керек болды, сол бүкіл бөлменің бәріне тартылады. Ал ол қай жерден басқарылады? Әрине, жылу торабынан басқарылады. Жылу торабы біздің жағдайда ол реттеуіш болып саналады. Енді осы басқару бөлігі, мынау атқарушы бөлік. Бұл әрине осы подача мен обратка. Подача деген қызылмен, обратка көкпенен беріледі. Жылу жүйелерінің классификациясы. Ол қандай сумен жылыту жүйесі бар, ауамен жылыту, бумен жылыту, паровой, немесе газбен жылыту. Біз мынау тақырыпта видеода сумен жылыту жүйесін қарастырамыз. Оның өзі бөлінеді приборлар жалғау бойынша. Бір құбырлы және екі құбырлы жылу желісі, однотрубная немесе двухтрубная. Бір құбырлы жылу желісінде приборлар, яғни прибор деген радиатор немесе батареялар, олар тізбекті жалғанған, кезек-кезекпен жалғанған. Ал екі құбырлыда әрбір приборға подача және обратка бірдей, екеуі де келеді. Сондықтан ол приборлардың бәрі параллель жалғанған. Қандай артықшылық кемшіліктері бар? Әрине, бір құбырлы жүйеде бәрі кезек-кезекпен жалғанғаннан кейін бірінші радиатор, бірінші прибор ол қатты жылиды, екінші прибор одан аздау жылиды, үшінші одан да аз, ең соңғы батарей ол вообще почти жылу бармайды деген сөз бір құбырлыда. Ал екі құбырлыда әрбір радиаторға, приборға подача да, обратка да келеді. Сондықтан ол барлығы почти бірдей жылиды деген сөз. Сондықтан қазіргі заманда осы екі құбырлы жүйе қолданылады.
сумен жылыту жүйесі жылу желісіне жалғау әдісіне қарай, яғни жаңа көрсеткен мына жылу станциясына қалай жалғанған. Мына жылу станциясы алыста, әдетте қашықта орналасады, ал ғимарат ол арасы ұзақ, сонда екі арада әрине бір нәрсе жалғану керек қой. Не арқылы жалғанады? Бірінші тәуелсіз жалғау болады, немесе тәуелді. Тәуелсіз жалғау ол жылу алмастырғыш арқылы дейді. Теплообменник деп айтады. Екінші тәуелді ол элеватор арқылы, ескі. Мыналарда егер мынау арасында элеватор болса, мынау қазір біздің ескі үйлердің бәрінде элеватор, оны тәуелді жүйе деп айтамыз. Тәуелді жүйеміз, ескі жүйе. Ал қазір жаңа жүйелерде элеватор емес, жылу жылу алмастырғышы бар. Екеуінің айырмашылығын қазір мен көрсетемін. Сосын ауамен жылыту жүйесі ол екіге бөлінеді: кондиционерлеу және желдету, вентиляциялық жүйелер. Вентиляциялық жүйелерде желдеткіштер тұрады, үлкен вентиляторлар. А кондиционерлерде арнайы кондишн деген сөз жағдай деген сөз, жағдайды ұстап тұратын. Әрине кондиционерлеу жүйелері күрделі және сапалы болып табылады. Бұл жерде бірнеше режимдер, әртүрлі параметрлерді өзгертуге болады. Желдету тек қана желдетеді немесе өшіреді. Әрине желдету жүйелері де күрделі. Қазір приточка деген бар, сосын обратка деген бар. Келесі. Мына схемада бір құбырлы және екі құбырлы желінің схемасы келтірілген мына жерде. Үстінде тұрған бір құбырлы жүйе. Бұл жерде мен көріп тұрсыздар, мынау приборлар, прибор, батарея немесе. Әр прибор мына подача, обратка, мына қызылмен подача келеді. Сөйтіп мына келеді, бірінші приборға жалғанады, сосын екінші, одан бірінші прибор әрине ыстық болады. Одан кейінгі екіншісі, ол да сәл ыстық, үшінші прибор. Одан кейін мына жерде сәл суиды, үшеуден өткен төртінші прибор, бесінші, алтыншы. Одан кейін барып обратка кетті. Сонда мына ең соңғы приборлар, мыналар жылу келіп бармауы да мүмкін, себебі мыналар алып қояды ғой жылудың бәрін. Кезек-кезекпен жалғанған, тізбектей жалғанған. Бұл осы үлкен оның кемшілігі болып саналады. Бірақ бұған расход аз, шығын аз, бұл онша қымбатқа түспейді. Екі құбырлы жүйе сәл қымбаттау, себебі барлық приборға біз екі трубаны апаруымыз керек. Мына жерде бір трубаны апарсақ болды. Сол бір трубаға жалғап соңынан шығара саламыз. Мына жерде көріп тұрсыздар, әрбір приборға екі подачада, обраткада келіп тұр. Екеуіне де. Сондықтан екеуіне де екі есе ұзын болады. Құбырлардың ұзындығы екі есе ұзын болады. Сондықтан параллель келіп тұр. Мынағанда бір. Әрине бұл жерде міндетті түрде насос болу керек. Бір құбырлыда бұрынғы біздің жүйелерде, мынау үйде бізде ешқандай насос жоқ. Элеватор жалғанады мына жерге, ол тәуелді жүйе. Элеватор арқылы алмасып тұрады. Ал мына екі құбырлыда міндетті түрде насос болады. Насос болмаса, циркуляция насос, мынау ағын, жылу былай қарай жүрмейді, тез жүрмейді. Жылуды айдайтын мынау насос. Мынау расширительный бак, жоғарыда тұрған расширительный бак. Мынау тұрған біздің жылу көзіміз. Мынау параллель жүйе, екі құбырлы жүйе. Әрине сапасы жоғары, себебі әрбір приборға подачада, обраткада келіп тұр. Жылу торабы, ол айттым жаңа, мына схемада айттым. Суретте жылу торабы, мынау үлкен ғимаратты басқаратын бөлме. Енді қазіргі заманда ол кішкентай, бұрын үлкен болған, енді осындай бір аппараттың ішіне бәрі сыйып кетеді. Жылу торабының құрамына не жатады? Көріп тұрсыздар, бірінші жылу энергиясын есепке алу және реттеу бөлімі. Бұл міне есепке алатын счетчик, жылу расхода дейді, расход и реттеу бөлімі. Бұл жерде біз тапсырма береміз, тапсырма беруші мына жерден тапсырма береміз, задание. Сол тапсырманы ол реттеп, тұрады. Одан кейін әрине қосымша мына жерде насостар бар, құбырлар, насос,
манометрлер бар, өлшеу құралдары тағы басқа. Одан кейін екінші жылумен қамту бөлімі, отопление. Мына жерде жылумен қамтылатын құбырлар тұр. Кейін олар ары қарай желіге қосылады. Үшінші суық сумен қамту бөлімі, холодная водоснабжение, суық су. Ыстық сумен қамту бөлімі, горячее водоснабжение. Мына екеуі ыстық су мен мұздай су жууға арналған. Анау жылу, бұл отопление деген тек бұны ішпейміз. Бұл тек қана ысытады. Анау мұз суық суды ішуге болады енді. Ыстық су біз бұл жылытуға емес, жуынуға арналған. Жүйеде қандай элементтер бар? Әрине айттым, жаңағы приборлар, әрбір прибор, әрбір бөлмеге өзінің көлеміне қарай мына приборлар қосылады. Мысалы, оның мына көлемі үлкен болған сайын бөлменің прибордағы элементтердің саны көп болады. Жұмысшы құрал ретінде осы прибор. Сосын әрине суды айдайтын сосын құбырлар суды айдайтын ол сорғы болады. Насос. Сорғы болмаса, циркуляция жасалмаса, ол соңғы шеткі бөлмеге жылу бармайды деген сөз. Сосын басқару тетіктері. Кәдімгі кран, қолмен суық су, ыстық су, смеситель. Біз ашып жаба аламыз, келген суды пайдаланамыз, жабамыз. Сосын жылу температураны реттеуіш, ол термостат, автомат. Мына жерде тапсырманы береміз. Әрбір бөлмеде, өзінің батарейдің әр бөлмеде біз тапсырма береміз, сол тапсырманы ұстап тұрады. 38 градуста қойған ыстық судың температурасы. Мына жерде жылу тасығыш және жылу алмастырғышы келтірілген. Жылу тасығыш ретінде су. Әдетте мына ыстық су, суық су, 60 градус су. Немесе мына жерде фреон, бұл кондиционер жүйелерінде, холодильникте, кондиционерлерде. Сосын басқа да антифриздер қолданылады. Бұның бәрі жылу тасығыш. Құбырдың ішін сумен толтырамыз. Су болмаса, ол құбыр болмайды. Кейін жазда ол суды ағызып тастай саламыз. Ал кондиционерлердің ішінде тағы құбырлар бар, оның ішінде фреон немесе антифриз жүреді. Енді жылу алмастырғышы екі түрлі. Элеватор ескі жылу алмастырғышы. Ол элеватор баяғы совет үйлерінде, ғимараттарда тұрады. Бұл тәуелді жүйе, элеватор. Ал қазіргі заманауи жүйелерде ол міндетті түрде пластикалық жылу алмастырғыш қолданылады. Мына жерде пластичный. Енді айырмашылық не? Мына жақта кіріс, мынау шығыс. Екі судың температурасы арасы тікелей жалғанбаған. Мына жерде герметичный жабық. Мына жерде мына екеуін бірдей екі температураны бөліп тұрады, ажыратып тұрады. Ал мына жерде тікелей су келеді, ыстық су, мұздай суық су мына жақта, ыстық су мына жақтан келеді. Жылу электр станциясынан. Мына жаққа үйдің құбырына кетеді. Сондықтан мына екеуінің арасында мына жерде біз реттеп тұрамыз. Ағынды үлкейтіп, азайтып аша аламыз. Қатты ашсақ, онда мына ыстық су толық түгел өтеді үйге. Ал егер сәл жапсақ, онда азырақ өтеді. Осылай реттеуге болады. Сөйтіп, бұл жерде ешқандай арада герметичный жабық емес. Кейбір жағдайда, мына аварийный жағдайда осы элеваторлар жарылып кетеді, мына жері. Сондықтан оны ауыстырып тұрады жиі, ремонттап тұрады. Мына қазір заманауи үйлерде ол мынандай болады. Теплообмен. Қазір мен Кентау кампусының жылу желісін қарастырам. Кентау кампусы 3 қабатты ғимарат, бастапқы ғимарат. Өздеріңіз білесіздер, біздің корпус. Осы біздің ғимараттың жылу желісінің гидравликалық схемасы, принципиал Г3, гидравликалық принципиал схема. Әрқайсысында жеке радиаторлар тұр. Бірінші қабат, екінші, қазір 2 қабатты көрсетіп тұр. Сосын біз өткенде көрдік, арладық. Мынау жылу торабындағы жылу энергиясын реттеу бөлімі. Мына жерде тапсырма беруші. Біз оны көрдік. Бұл 220 вольтпен қоректенеді айнымалы токпен. Бұл 3 параметрді біз бере аламыз бұған. Ол су температурасы,
бірінші су температурасы сол жерде 50-55 градус еді. Кірістегі жылу ағыны және шығыстағы жылу ағыны. Расход на подаче, расход на обратке. Қазір көрсетем ол міне. 9-да 75 еді өткенде. Мынау кірістегі жылу ағыны. Шығыста одан сәл төмендеу 9-да 5 па сондай. 9-да 7, 0,2 ғана айырмашылық бар. Ал енді сол реальный мәнді көрсететін мынау измерительный прибор, өлшеуіш прибор. Расходомер деп айтылады. Мынау подачадағы расходомер 9-да 735-ті көрсетіп тұр, метр куб. Ал шығыстағы расход 9-да 77, 778. 9-да 735, 9-да 778. Мынау кіріс, мынау шығыс. Осы екі, бұл реальный жағдай. Ал мына жерде біз идеал тапсырма береміз. Осы тапсырмаға сәйкес болу керек. Ал әрине ол әртүрлі жылу шығындары бар, сондықтан ол реал жағдайда мынандай көрсетіп тұр. Біз осыған қараймыз. Инженер KPI автоматик осы бақылап тұрады осы мәндерді. Сосын ғимаратқа кіру жерінде мына жерде торап бар, біз өткенде көрдік. Бірінші мына басқару шиті. Бұл жерге біз кеше ашқанда 3 фаза келіп тұр, ол 380 вольт. 380 вольтпен қоректенетін мынау насос. Біз өткенде көрдік, мына жерде мына қызыл құбыр ол подача, көк құбыр ол обратка. Мына жерде задвижкалар тұр, клапан. Задвижкалар. Осы задвижканы ашамыз, немесе жабамыз. Ашқанда су өтеді. Мынау крандар тұр. Вентильдердің бәрі ашық тұр. Судың бәрі өтіп жатыр. Кіріс, подача, шығыс, обратка. Мынау слив жағы, тура сол бөлменің ішіндегі, мынау уже суды шығарып тастаймыз. Егер суды ағызатын болсақ, мына жерде сливной вентиль бар, соны ашсақ, мына жерден су ағып кетеді. Сосын біз мына сол жақта корпустың былай солға қарай жүріп, былай оңға қарай жүрсек, мына бұрышта тұрған жағы тапсырма беруші, ал мына ортада тұрған мынау циркуляционный насос. Бүкіл корпусқа суды айдайтын осы насос. Бұл насостың қуаты осы корпусқа шамасы жету керек. Біздің корпустың биіктігі шамамен 10 метр болса, мына ол запаспен 15-18 метрді суды айдауға шамасы жету керек. Әрине кеше біз көрдік, бұның шамасы жетеді. Бұл үлкен насос. Мына екі задвижка қосып, мынау суда. Қарап тұрсаңыздар, мынау насос обраткада тұр, подача жоғарыда тұр. Мына жер подача. Бұл насоста 3 фазамен жұмыс істейтін, мен көрсететін 380 вольтпен жұмыс істейтін, міне автомат тұр, 3 фазалық қоректенеді, 3 фаза 380 вольтпен. Подачадан су кетеді, сөйтіп обраткамен қайтып келе жатқанда мына суды насос айдайды. Су насосы обраткада тұр, обратно айдайды. Подачамен кете береді, обраткада айдайды суды. Циркуляция обраткада болады. Сөйтіп ол бүкіл корпусқа су уақытылы және тез барады. Мынау жаңа жылу торабында тұрған ішкі насос. Бұл қосымша насос, анау циркуляционный болса, егер шамасы жетпеген жағдайда мынау насосқа қосамыз. Бұның да қуаты шамамен сонымен бірдей. Жақсы, сау болыңыздар.